ол фри бір қуырылған майда 2 күн тұрады. Ауру адамдар көбейіп кеткен, сау адамды көрсе аурусың ба дейді. Өздерінің ауру екенін сезбейді. 80-90% нәпсінің ғана қалауын орындап жатырмыз. Адам жүріп баратқанда, телефон шықылап отырған кезде тамақ ішілетін болса, ол ас қорытылмайды. Сперманы өлтіріп тастайды десем де, мына ішіп жатқан колаларыңыз, тәтті сусындар еркектің ішетін нәрсесі емес, ол тамақ түсіп жатыр, просто мусор болып жатады. Шірейді біраз уақыттан кейін. Үлкен дәрет. Әрбір адамда ол күнде бір рет шығу керек. Армысыздар, құрметті тыңдарман, құрметті көрермен. Бүгін подкасттың бүгінгі тақырыбы денсаулық жайлы болмақ. Бірақ ең алдымен сіздер біздің YouTube арнаға жазылып қойыңыздар. Сондай-ақ біз барлық подкаст платформаларда бармыз. Ендеше біз бүгін ағзамыздың саулығы жайлы интегративтік дәрігер-терапевт Әйгерім Биболатқызымен сұхбаттасатын боламыз. Анадан берілген анемия, ол қыз болсын, ұл болсын, баладағы ол бәрі бір пока толық зерттеп емдемейінше ағзада болады ол нәрсе. Шаш неге ағарады? Және ағарған шаш қайта қараяды ма? Сәлеметсіз бе, қайырлы күн. Сәлеметсіз ба? Баршаларыңызға қайырлы күн. Біз бүгін айта кетейік, жаңа оқу жылы, сондай-ақ сіз өзіңіздің қызыңызды мектепке апарған екенсіз, қадамы құтты болсын. Рахмет. Көңіл күйіңіз қалай? Аздап қобалжығаным болмаса, барлығы керемет. Себебі Алла қаласа қазақ ел үшін денсаулық мәселесі бойынша бір ең актуальды тақырыптарды талқылауға отырмыз. Салмақ ауыр болғаны болмаса, бір жауапкершілік бар екенін сезіп отырмын. Қалғаны өте керемет. Рахмет, қонақ етіп шақырып жатқандарыңызға Алла разы болсын. Иә, бізде айтып жатамыз ғой, денсаулық зор байлық дейміз, бірінші байлық денсаулық дейміз да. Бірақ бұның барлығы күнделікті күйбең тіршілікпен, күнделікті өмірде байқалмай кетеді. Біреулер бар, расымен шынымен денсаулығына мән беретін, спортпен айналысатын, ішкен жеген тамағына қарайтын адамдар бар, бірақ көп емес, оны мойындау керек. Өйткені не жеп, не ішіп жатқанымызды біз эмоциямен немесе өзіміздің сол қарнымызды тойдырғымыз кеп ұмытып кетіп жатамыз. Бірақ сіздің мамандығыңызда сол аурудың алдын алатын дәрігер, қателеспесем. Яғни сіздің мынау посттарыңызды көрдім, видеоларыңызды көрдім. Сол жерде сіз көбіне адамдар бауырына, асқазан ішек жолдарына көбірек назар аудару керек, мән беру керек деп жиі айтып жатасыз. Неге осы адам денсаулығы деген кезде осы нәрселерге ең бірінші назар аудару керек? Енді өзім дәрігер-терапевт болғаннан кейін, мен негізінде басында университет бітіріп келгеннен кейін 4 жылдай жаңағы мемлекеттің госполиклиникада жұмыс жасадым. И ол поликлиникада жұмыс жасаған кезде 4 жылдай мен тек қана ауру науқастармен ғана айналыстым. Яғни учетта тұрған бірнеше диагнозы бар, және бір учетта тұрған бір пациенттер бар, айына сол пациенттер бір немесе бірнеше рет келіп отырады. Яғни отырғаныма бір 4 жыл болса да, сол пациент айналып келе береді. Ауру жазылып болмайды, немесе тоқтап болмайды деген сияқты да. Сондай диагнозбен басқа пациенттер учетқа алынбаса, олар азаймайтын еді. Содан ойланып, мен не істеп отырмын мына жерде? Ақыры мен ешкімге пайдам тимей жатыр. Неге мен осы аурулар болмас бұрын алдын ала ескерту жаққа бармасқа деп, Алланың қалауыменен, яғни Алла ой салып, тамақтануды зерттеп, бір жаңағы организмді тазалау деген методтарды зерттей келе, яғни осы бауыр тазалауға келдік. Жалпы негізінде айтқанда көп кісілер енді классикалық медицина бойынша жаңағы әртүрлі мамандарға барады. Мысалға 12 мүшеміз болса, 12 мүшеміз жіліктелген кезде 12 дәрігер болады. Бірақ оның барлығы 12 мүшеміз бір дененің ішінде ғой. Яғни олар бір-бірімен өте тығыз байланысты, бірін-бірінсіз олар қызмет етпейді, және бір-біріне әсер етеді деген секілді. Енді адамның ауруы қайдан пайда болады? Яғни біз таңнан кешке дейін 3 реттен, 4 реттен, 5 реттен үнемі көп қабылдайтынымыз не? Ол ас суымыз, Сол ас суымыз түсетін жаңағы асқазан ішек жолымыз. Ең бірінші осы орган қорытып, қоректік заттарын ішек арқылы сіңіріп, яғни басқа дененің бөлшектеріне таратып береді. Егер осы органдар сау болса, онда барлық жер сау болады. Өзіміздің мына асыл дініміз исламда да бұл айтылған, яғни ең сондай бір орын бар дейді, сондай бір мүше бар, ол таза болса, ол жақсы болса, бүкіл дене жақсы болады дейді. Ал егер ол жаңағы қазанымыз дейді, асқазанды айтады. Егер ол
асқазанымыз дұрыс болмаса, сау болмаса, онда бүкіл тұтас денемізде сау болмайды дейді. Яғни астың үнемі түсетін орны таза, яғни дұрыс уақытымен ас қорыта алатын болса, яғни біздің басқа мүшелеріміздің барлығы сау болады. Өкінішке орай, қазір енді мынау интегративтік жаңа медицина келіп жатыр ғой. Бұл интегративтік медицина дегеніміз ол ауруды алдын ала ескертетін, алдын алып, яғни ауруларды емдеу емес, аурулардың себебімен күресетін медицинаның жаңашылдығы, яғни жаңадан келіп жатқан. Сол себепті бәрібір де сол асқазаннан, ішектен, мына ұйқы безімізден, бауыр өттен бастамайынша, себебі жаңағы тамақ түседі, оның обработкасы, фильтрі жаңағы керек емес сыртқа шығарылып кетеді ішек арқылы, керегі лимфамен сіңіріліп ішектер арқылы, яғни бойға таралатын болғандықтан бастауы бәрібір де сол органдардан болады. Сіз жаңа айтып өттіңіз ғой, бәрібір біз түрлі аурудың емдегенмен оны алдын алуға болады, яғни бірінші себебін анықтауға болады дедіңіз. Сондай-ақ қазір енді ішкен асымыз деп жатырмыз ғой, оған расымен көбірек мән бермейміз біз. Өйткені жаңа айтып өткендей эмоциямен, қарнымыз ашып тұрғандықтан немесе менің қалауым осы деп көбіне тез дайындалатын тамақтарды, фастфудтарды жеген жақсы көреміз. Мысалға мен өзім картопты өте қатты жақсы көремін, оны білемін, зиян екенін, қанша крахмал, оның барлығын білемін. Бірақ дәл сол нәрсеге мен саналы түрде аз жеу керек немесе мүлде жемеу керегін өзімнен бір әдетке айналдыра алмай жүрмін да. Мысалға тамақ жеуге келдік, міндет түрде ортада фри тұру керек. Ол қандай жерге барайын, ол кәдімгі қарапайым тамақтанатын орын болсын, тек қана фастфуд емес, басқа кездері мен міндет түрде фри жеп отырамын. Оның қасында сыр мен соус деп аламын. Бірақ бұл енді мен ересекпін, ал кішкентай балалар бар ғой, кішкентай балаларды көремін, олар да мама папасының қасында отырады, олар да фри жеп отырады. 2 жас, 3 жас, тіптен одан кішкентай балалар фри жеп отырады. Ал фриді біз білеміз, ол картоп майға қуырылады, қандай зиян екенін біліп тұрып, бірақ бәрі фриді жей береміз. Мысалға, сондай бір өзіміздің қатты қалауымызды қалай шектесек болады? Қатты қалайтын тамақтарымызды қалай бір азайтсақ болады? Жалпы бұндай ситуациялардың басы неден басталды? Соған тоқтала кетсек, мынау біздің жаңағы ата-бабамыздың өткен 1926 жылдардағы жаңағы ашаршылық замандарында, 30 жылдардағы ашаршылық замандарында біздің ата-бабамыздың айтқаны бар екен. Біз қазір аштықпен қиналсақ та иманымыз кәміл, иманымызға берікпіз деген екен. Ал болашақтағы біздің жаңа ұрпақтарымыз ертең олар баршылықпен, тоқшылықпен сыналатын болады деген екен. Өздеріңізге белгілі, мысалға да 2000 жылдары 2000 жылға дейін жаңағы егемендігіміз алғанға дейін жалпы біз білесіздер, әркімнің жағдай бір жақсы болған жоқ, көп нәрсе қолжетімсіз болды деген секілді. Мына тәуелсіздігімізді алып, еншімізді алып, өзімізбен болып, қанатымызды жайып, өркениеттік елдердің қатарына қосыламыз деп жатқан уақытымызда, яғни барлығы біртіндеп дамып бастады. Мынау жаңағы бізге қолжетімсіз болған тамақтар, киімдер, жаңағы кез келген заттың барлығы біздің жаңағы мемлекетімізге кіріп бастады. Мынау алғашқында мынау қалаларда, жаңа үлкен қалаларда болды. Ал сол 2000 жылдардан бастап қазір 2023-те енді ол каждый ауылға, әрбір ауылдың сөрелеріне жетті да. Енді бұл жерден, яғни сол 2000 жылдарға дейінгі немесе сол жылдардағы жоқшылық, яғни өздеріңіз білесіздер, тортты бір жылында бір рет, 2 рет қана желінетін. Мынау сусындардың орнына юпи жасалынатын. Юпиді прям өзімізде есімізде жаңағы сырт қаладан алып келеді, бір жылында айында бір рет алып келеді, оны жаңағы 2 литрлік суға дайындап, прям соның жанында отырып, бір қуанып, тәтті деген сондай болатын. И сол жоқшылық бір жанымызға қатты батты ма, ертең ақша тапсам, мен ертең соның барлығын қайтарамын. Соның барлығын жейміз деп жеп бастадық. Қазір Аллаға шүкір ғой, барлық үйде жағдай жақсы, артық ақшасы бар, ол тамақтан бір кенде болып жатқан жоқ. Бірақ бір жаман жер, жаңа ата-бабамыздың айтып кеткендей, ертең олар тоқтықпен сыналады деген жер міне басталып жатыр да. Көбіміз былай ойлаймыз, ертең мен ақшам болады, Алла қаласа, қажетімді, керегімді бұрын алып жемегенімді жеймін деп бір дәреже көреді. Ал шындығында ол тағамдар өте көп болғандықтан, конкурент көп болғандықтан, және ол тағамдар сатылып ұзақ-ұзақ шалғай жерлерге барғандықтан, олар тез бұзылып кетпес үшін
адамның ағзасына өте пайдалы деген маңыздының барлығын алып тасталынады да, ол ұзаққа шыдайтын, яғни срок годностіне қарасаңыз 6 ай 1 жыл деп жатады. Таза жейтін тамақ ары кетсе бір 10 күнмен бітеді, пайдалы веществосы. Ал енді 6 айға 3 айға жететін тамақ ол көбірек шыдайды, бұзылмайды, шығыны аз, арзан түседі жаңағы немен кәсіпкерлерге. Ал енді жейтін адамдар үшін ол мусор тамақ болып саналынады. Яғни қазір ұнды өнімдерден жасалынып жатқандары, тәтті қосылып жасалынып жатқан кез келген, мынау магазинге барсаңыз, таза адам ағзасына пайдалы тамақ таппайсыз. Қазіргі таңда нақты атауларын айтып көрейік, мысалға вафли деген сияқты адамдарға бір барлық тәттілер. Яғни адамның жасағанның барлығы, ол қолдан жасалынғанның барлығы, мына упаковкасы барының барлығы ол пайдалы емес. Сұйық майларымыз, қанттарымыз, ұннан жасалынған кез келген өнімдер. Мысалға да, бірақ мысал айтайыншы, мына қолдың сүтін сауасыз ғой. Қолдың сүтін сауғаннан кейін сіз үйге алып келіп қойсаңыз, холодильниктің өзінде ары кетсе 1 суткаға тұрады. 1 суткадан кейін ол бұзылады. Яғни ол жерде пайдалы, полезный заттар бар, адам ағзасы үшін өте пайдалы заттар бар, микрофлоралар, яғни ол жерге түскен кезде бірденен брожение болады деген секілді, и ол үйіп айранға айналып кетеді. Ал енді ондай өнімді кәсіпкерге сату ол өте полезный емес, оның қалтасына ұрады. Біріншіден ол қымбатқа түседі, таза зат, ол өзіңізде көріңіз, таза сүттің майдың бағасы қанша тұрады. Ол естественно оны сатпайды, ол жаңағы порошок, қолдан жасалынған, ұзақ, жегенде өте дәмді, иісі әдемі, көрінген кезде вид беретін, ұзақ сақталатын өнімді сатқан, оның қалтасына намного жаңағы пайдалырақ. Ал енді осындай мына 2000 жылдардан бастап осы тамақтар сөремізге пайда болып бастағаннан кейін біз байқамай қалдық. Яғни біз қазір шында да нәпсінің қалауын орындап кеткенімізді байқамай қалдық. Нәпсіміз нені қалайды, соны алып беріп жатырмыз біз. Мысалға да нәпсіні өзіңіздің кішкентай балаңызға теңейтін болсаңыз, бала не қалайды, соны бере берсеңіз не болады? Ол сізді тыңдамай кетеді. Дәл сол секілді біздің нәпсіміз, жаңа өзіңіз айтып отырсыз, мен отырған орнымда фри жемесем болмайды. Фрисіз мен тамақ ішпеймін деп жатырсыз да. Ал енді неге сіз тоқтата алмай жатсыз фриді? Себебі біз мусор тамақ ішкен кезде біздің организміміз 50% қоректік затты алама алмайма, и то под вопросом. Бізде мынау разнообразный питание деген нәрсе бар ғой. Мысалға да еттің түрлері бар, жаңғақтың түрлері бар, майдың түрлері бар, жаңағы дақылды дәндердің түрлері бар. Біз соларды алмастыра отырып, бір жеген тамағымыз 30 күнде бір айналып келу керек. Ал енді көбімізде макарон каждый черезден болмаса немесе аптасында 2 рет 3 рет болады. Мысалға да. Адамдарда разнообразный питание жоқ, біріншіден. Яғни разнообразный питание жоқ, 1. Екіншіден мусор тамақ 2. Үшіншіден біздің мынау жартысы жаңағыдай тамақ түрінде желінетін болса, енді қалған 50%-ін біз сырттан жаңағы витамин, микроэлемент ретінде толықтырып отыруымыз керек. Жаңа айттым ғой, тамақ өнеркәсібімен айналысатын жаңа жеке кәсіпкерлер, олар өздерінің қалтасын ойлайды, шығынға батпауды ойлайды. Адам денсаулығын ойлап жатқан жоқ. Естественно, біз жеп жатқан тамақтан полезный нәрсені өте төмен дәрежеде аламыз. Ал енді қалғанын біз жаңа 50 немесе 70%-ын біз сырттан жаңа қосымша түрлі витаминдер мен микроэлементтерді ішу арқылы толықтырып отыруымыз керек. Кім тамаққа тәуелді қазіргі? Яғни ол фрилардың құрамында не бар? Глютамат натрий бар. Яғни ол тұз. Ол тұз тамаққа дәм береді. Ол бейім етеді, соған бір ғашық етеді. Екінші рет тура сол тамақты іздеп жүріп жейсіз. Екіншіден ол майға қорылады. Біздің мына тіліміздің түбінде рецепторлар бар. Сол рецепторлар сол майды алған кезде мына бір тамақтың кайфын алады. Мына мен тамақтың тәттісі. Яғни тамақтың тәттісі тек тәтті, қант емес. Майдан ол насыщение алады. Яғни тойыну сол майдан ғана алады. Ал енді үшінші сұрақ. Ол фри бір қуырылған майда 2 күн, сол май, бір құйылған май 2 күн тұрады. Қаншама тонна ол жерде фри қуырылады. Және тағы да айта кететін, ол фри қандай майға қуырылды? Тағы да айтам, кәсіпкерлер ол күнбағыс майына немесе зәйтүн майына қуырмайды оны. Пальма майы немесе кокос майы. Ал енді ол майлар организмде мүлдем қорытылмайды. Мүлдем обработкадан өтпейді. Ал ол не істеп жатыр? Келіп біздің бауыр өт жолдарының барлығын толтырып жатыр. Қазір не көп? Бауыр ісіген адамдар көп. Артық салмақ. Қазір адам диета ұстап, емделіп
салмағын өзінің жасына возрастына лайықты етіп келтірсе, сен аурусың ба дейді. Ауру адамдар көбейіп кеткен, сау адамды көрсе аурусың ба дейді. Өздерінің ауру екенін сезбейді. Міне біздің бауырымыз май басып жатыр, бауыр шамасы келмеген екен белге жіберіп жатыр, артық салмақ осылай жинала береді. Яғни неге біз осы тамаққа тәуелдіміз? Біріншіден сапалы тамақ ішіп жеп жатқан жоқпыз. Екіншіден біздің ағзамыз өте дефицитный. Дефицитімізді толтырмайынша біз сондай тамақтардың құрбаны боламыз. Енді болашақ ана ретінде мына жерде бізді көріп отырған қаншама қазақстандық өзіміздің қандас бауырларымыз, кім көрсе де мынау болашағын ойлайтын, болашақ ұрпағының денсаулығын ойлайтын, мынау қартайған кезде мынау қазіргі біздің ата-апаларымыз секілді мынау аптекаға тәуелді болып, прям мынау жаны қиналып, буын ауырып, жүремай қалып, олай болмай-ақ бір сап-сау күйінде әдемі берекелі қартаюға болады. Болашағын ойлайтын әрбір жан үшін әрбір жеп жатқаныңызды кәдімгідей сараптап, саралап жесеңіздер екен. Егер жаңағыдай айтқан бауырдың проблемалары бар болса, значит, сіздің жеп жатқан асыңыздан пайда болып жатқан жоқ. Өкінішке орай біз 80-90% нәпсінің ғана қалауын орындап жатырмыз. Даже тамақ жеген кезде қандай мақсатта жейін деп жатырмын? Мысалы, таңертең тұрған кезде ниеттің өзі үлкен рөл ойнайды. Нәпс үшін ба? Әлде мысалы таңғы ас ішіп жатсыз, ниет етіп жатсыз таңғы астың алдында. Мына асты, мынау түске дейін, мына осыншалықты халыққа пайдалы осындай істі жасауға маған энергия қажет болғаны үшін мен жейін деп жатырмын деп ниет ететін болсаңыз, ол соған қорытылып кетеді. Ал енді өкінішке орай біз үйтіп ниет етіп жатқан жоқпыз ғой. Сондықтан ол біздің жаңағы нәпсіміз не қалайды? Таңертең кофе қалайды, сэндвич қалайды, жаңағы айтқанда сіз фри қалайды, әртүрлі нәрселер қалайды. Ол шынында да ол сол уақыттың тамағым еді деген секілді ғой. Ол енді келесі сұрақтар. Сосын жаңа айттыңыз ғой, ниет ету деп. Расымен кейде жұмыс істеп отырасың, сөйтіп отырып тамақ ішіп отырасың. Кейде андай нәрсе болады, мынаны мен қашан жеп қойдым? Тіптен біз тамақты ойланып жеу деген нәрсені де ұмытып кеткен сияқтымыз кей кездері. Тамақ жұмыс істеп отырған кезде басқа нәрсені істеп отырасың, немесе бірдеңе тігіп отырасың, немесе сурет салып отырасың, бірдеңе жеп отырасың. Кино көріп отқанда тура сондай. Ана жеп жатқан тамағыңды қашан қалай тауысып қойған білмей жатасың. Яғни мұның өзі денсаулыққа кері әсер ете ма? Яғни ойланбай тамақ жеу, не жеп жатқаныңды мән бермеу деген нәрселер. Бізде мынау біздің мына денемізде жаңағы жүйке жүйесі бар да. Яғни мынау электростанция деп айтсақ болады. Мысалға да мынау Алматы қаласы дейік, Алматы қаласында электростанция жаңағы электрмен қамтамасыз етілген өзінің жолдары бар. Ол тоқтаса, блокталса, все, бір-біріне связь бармайды, жаңағы светофорлар тоқтап қалады деген секілді, бүкіл жерде жаңағыдай патология басталады. Дәл сол секілді біздің ағзамызда симпатика және парасимпатика деген екі жүйке жүйесі бар. Енді адам жүріп баратқанда, телефон шықлап отырған кезде, сөйлеп отырғанда, жұмыс жасап отырған кезде тамақ ішілетін болса, ол ас қорытылмайды. Себебі мынау ол кезде жаңа симпатикалық жүйке жүйесі активтеніп тұрады. Бей или беги деген сөз. Ұрып жық немесе қашып кет. Ол кезде организм бірінші тұрған задачаны орындауға кірісіп тұрған кезде біздің асқазан ішек жолындағы сөл бөлетін клапанның барлығы жабық тұрады. Ол сөл бөлінбейді, тамақ түсіп жатыр, просто мусор болып жатады. Содан шірейді біраз уақыттан кейін, фермент бөлінбеген кейін, шіріген кезде іш кебеді. Қазір сұрап көрсеңіз, іші кеппейтін адам жоқ, іші желденбейтін адам жоқ. Сондықтан тағы да айтам, жүріп баратқанда, жолда, телефон шықлап отырып, сөйлеп отырып, ол кезде организмде бірінші задача мына бірінші тапсырманы бітіру. Сөйлеп жатырсың ба, соны бітіру. Неге біздің ата-бабамыз, өзіңіз де білсеңіз, бұрын кішкентай кезімізде отырған кезде әке-шешеміз айтатын, сөйлемей отырып, алдыңа қарап тамағыңды іш дейтін. Яғни бір 30-40 минут тамақ ішуге бөліну керек. Өкінішке орай біздің адамдарда қазір тамақ ішуге уақыттар жоқ. Уақыт жоқ емес, ниет жоқ. Уақыт табуға болады. Яғни бәрі нақаду бір уақытта бірнеше проблеманы жасауға тырысады. Жоқ, ол кезде асқазан ішек жолы функция етпейді. Ол бірінші от жүртсе, жаңағы адамның бірінші задачасын бітіру. Например, жолда кетіп бардым, может алдынан жау шығып қалған шығар, қашу керек шығар. Қашайын деп тұрған кезде ол тамақ қорытып отырмайды ғой. Яғни даже ешқайда қарамай, бар фокусты бөліп, сол ауызға түскен асты шайнап, міне осы кезде ғана клапанның барлығы ашылады.
анау шынымен біз мән бермейтін, бірақ негізгі мән беретін нәрсе екен да. Біз ойланбаймыз, шынымен кино болсын, басқа болсын, жаңағыдай ой тамақ жеп отыра береміз, тым уайымдамай. Сосын жаңа іш қату жайлы айтып қалдыңыз, сіздің видеоларыңыздан көрдім. Адамның жастығын сақтауы, өзінің ертерек қартаюдың алдын алу үшін де адамның тіптен дәретінің, әсіресе үлкен дәретінің дұрыс шығуы әсер етеді екен. Яғни сен жас көріну үшін немесе тезірек қартаймас үшін сен өзіңнің үлкен дәретіңе мән бер деп көбірек айтқансыз. Шынымен ол маңызды ма, негізгі қартаюдың алдын ала ма ол нәрсе? Яғни жаңа айттық қой, интегративтік дәрігер депші. Интегративтік дәрігер ол жаңағы аурумен емес, сау адамды прям алып, бүкіл ағзасын зерттеп, қандай аурулар болуы мүмкін, соны болдыртпаумен, сау кезінде емдеп тастаумен айналысады. Негізгі функциясы сол. Ал енді бірінші задача, например, бізде ағзаға түскен тамақ болсын, кез келгені обработкадан өтіп, бауырда 3 түрлі фильтрдан өтеді. Соңғы фильтр ол детокстың 3-ші фазасы деп атайды. 3-ші фаза жаңа бауырдағы процестер жақсы жұмыс жасап, бұзылмас үшін 3-ші жаңағы біздің 3-ші фазамыз ол отходтардың шығып сыртқа шығып кетуі. Ол күндегі үлкен дәрет, әрбір адамда ол күнде бір рет шығу керек. Өте өкінішті жағдай, қазір іші қатпайтын адамдар өте кем. Мына жерде 10 адам алатын болсақ, сол 10 адамның 7-8-інде міндетті түрде іш қату болады. Енді іш қатуды мен сізге былай түсіндіріп көрсетейін. Мысалға да сіз картошка, пияз пайдалы, пайдалы. Оның ешқандай зияны жоқ деп ойлаймыз, Оны алып келдік, біз жейін деп жатқан кезде оның қабығын аршимыз. Сөйтеміз да ішін алып тамаққа саламыз да сырты қалады. Енді солай сіз сол қалдықты жаңағы үйде сақтасаңыз, 1 сақтайсыз, 2 күн сақтайсыз, 3 күн сақтайсыз, 4 күн сақтайсыз, бір күні ол да иіс шығарады. Шірей бастайды. Шірей бастаған кезде бөлменің аурасы бұзыла ма? Иісі бұзылады. Енді сіз сол картошканың қабығын 1 ай сақтап көріңіз үйде. Дәл сол секілді 1 күн бармаған уақытта, мысалға да 1 күн бармаған уақытта организмде қандай ситуациялар болады? Яғни окисление деген болады. Окисление деген біздің өздігінен тазару функциямыз тоқтайды. Организміміз кірлеп бастайды. Мынау кір машинаны көргенсіздер ме? Машинаның терезелері кір жаңбырдан кейін кірленіп тұрады ғой. Соғысап клеткамыздың бәрі кірленіп бастайды. Ал ол кірленіп бастаған кезде олардың жаңағы қоректік заттар клеткаға кіретін жолдардың бәрі бекітілген кезде уже міне қазір көп адамдар шаршап жүр, потому что организмдер кірленіп кеткен. Окисление дегенді қалай деп айтсақ болады? Мынау труба, темір труба жаңбырдың астында сыртта тұрған кезде тот баса береді ғой. Тот басып, дәл сол секілді біздің де тамырларымыз тот басып бастайды, клеткаларымыз жаңағыдай кірленіп бастайды. Яғни ағзаға керек болмаған қалдық күнде шығып кету керек. Ол ағзаға керек болмаған. Енді керек болмаған нәрсе ол жерде 5 күн. Небір адамдар бар, 3 күнде бір, аптасында бір, 10 күнде бір, 21 күнде бір рет баратын. Даже балалар бар. Мен сізге айтайын, мынау біз ішектің құрылымын зерттеп жатқан кезде мынандай ситуация болды. Даже орыс ғалымдарының өзі Аллахты мойындап жатыр да. Яғни дінде жоқ кісілердің өздері Алланы мойындап жатыр да. Ішектің клеткалары міне осылай бір-бірімен жабысып тұрады екен. Ішектің өзінің клеткалары. Және олардың арасында зонулин деген белок бар. Сол белок прям жабысқан кезде, яғни сырттан түскен тамақ артық затты осы 2 клетканың арасынан өткізбейді. Өкінішке орай, жаңағыдай фри жеу, жаңағыдай қорытылмайтын астарды, оғандай синтетикалық тамақтарды жеу салдарынан негізгі ол зонулин зақымдалу үшін 20-30 жыл керек. Ал өкінішке орай, 2000 жылдардан кейінгі ұрпағымыз ол тамақтарды күнде жегендіктен 1-2 жылдың ішінде ол зонулин уже қанға шығып жатыр. Уже әрбір клетка уже ажырап, өтпеу керек нәрсе ішектен өтіп, біздің лимфамызға түсіп, иммунитетімізге түсіп, иммунитетіміз солармен алысып жатыр да. 20-30 жылда бұзылатын нәрсе қазір бұзылып жатыр. 1 жыл, 2 жылдың ішінде бұзылып жатыр. Қазір мен айттық қой, жаңа асқазан ішек жолынан бастаймыз деп. Бірінші кезекте біз ішектің, жаңағы айтқан клеткалардың сау емесін қараймыз. Егер сау болмаса, онда біз басқа лечение жасай алмаймыз. Ең бірінші кезекте солардың бір-бірін бірігіп, сол жаңа зақымдалған ішектің бетін жабумен айналысамыз. Себебі жаңағы бауырда тұрған токсиндерді, өтте тұрған токсиндерді сыртқа шығарған кезде ол қайтадан сол ішекке сіңіп, қайтадан айналып қанға түсіп, интоксикация болып аллергияға айналады. Сондықтан өте өкінішті жағдай, қазір ішегі зақымдалмаған адам өте аз. Ал осы адамдар, осы науқастар, олар көп деп тұрсыз ғой, қалай емделу керек? Қалай, неден бастайды емделу? Ең бірінші ол кісі өзіне сұрақ қою керек. Маған шынында да денсаулық керек па?
мен қай жаққа бара жатырмын, кім болам, әулет боламын ба, әулет болу үшін өзінің артынан ұрпақтар еру керек, ұрпағым қандай болады, сапалы бола ма, сапасыз бола ма. Яғни азғыру, шайтанның азғыру дейміз, нәпсі бар. Просто бірінші кезекте өзіміздің нәпсімізбен айналыссақ, жаңағыдай ғой, мен ананы қалап тұрмын, мен мынаны қалап тұрмын, мен ананы жегім келіп тұр, сіз өзіңіз айтпақшы, жаңағы фри жегім келіп тұр, мен фрисіз тамақ ішпеймін деген секілді. Егер сөйте беретін болсақ, онда денсаулық жайлы мүлдем айта алмаймыз. Адам ең бірінші кезекте өзі шешім қабылдау керек. Өкінішке орай ауырмай тұрып келетіндер өте аз. Уже жаңағыдай ішектің проницаемыз асып кеткен кезде, уже аллергия дамып кеткен кезде, іш қатып, уже жанына батқан уақытта, шаш түсіп бастаған уақытта, кожасында уже бағанағы қалдықтар, например, іштен шығып кететін, ішектен шығып кететін қалдық 3 күн немесе жаңағы бір апта тұратын болса, ол бір жақын арада 1 жылдың 2 жылдың көлемінде міндетті түрде дәрігердің алдына барады. Уже кожный проблемалар басталады. Қазір витилиголар көбейіп кетті, экзема, псориаз. Ол ешқайда кеткен жоқ, ол сіздің әрбір органыңызға зақым тигізіп жатыр. Ең бірінші кезекте өзі шешіп алу керек. Себебі дәрігер оларға рекомендация береді. Міне мынаны орында, екінші, үшінші мынаны орында деп. Дәрігер оны жасап бере алмайды. Адам өзі шешім қабылдап, өзімен кәдімгідей айналысу керек. Дәрігер оған тек мотивация беріп отырады, жаңа керек кезіне көмек беріп отырады, бағыт бағдар беріп отырады. Этап менен. Яғни бұл былайша айтқанда өмір сүру салтың ғой. Таңертең ұйқыдан тұрғаннан бастап кешке жатқанға дейін не істейсің соны туралау. Егер адам прям мынандай дәрі іш, мынандай витамин іш деп ешкімді қинамай қояйық. Просто көп жемеш. Көп жемеш, пожалуйста. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям соңғы құтпасында айтқан екен, үмметім деп. Яғни бір сондай бір уайымдаған Алла пайғамбарымыздың үмметіміз, біз жаңағы әрбір денсаулығымызды күтіп, баптап, қарап, жаңағыдай ғой, біз қайқа барамыз, қай жаққа бара жатырмыз, не істеуіміз керек, не қылуымыз керек. Солай бір ниет еткен кезде, сонымен қатар жаңағы пайғамбарымыздың сүннеті, ол аптасында 2 рет жаңағы ашулар жасау, ораза ұстау дейді, сүннет оразалар. Оның мағынасы ол бостан-босқа айтылмаған. Ол мысалға да 1 апта тоқтаусыз ішкен тамағыңды аптасында 1 рет 2 рет организмге просто еш нәрсе бермеш дейді. Соны обработка жасап сыртқа шығарып отырсын дейді. Ешкім жасап отқан жоқ, өкінішке орай. Соның салдарынан лимфа забиты, бауыр забиты, яғни толып тұр, дене артық салмақ қосып жатыр, ауру үстіне. Біз қалай өмір сүру керек екен, қалай демалу керек, қалай ұйықтау керек, қалай тамақтану керек, қаншада тамақтану керек, санаспаймыз. Нәпсі не қалап тұр, соны жасаймыз. 90% өмір сүру әдеттерін қалыпқа келтірген кезде, табиғаттың заңына қарсы келмеген кезде, мынау биомашина деп атады, Аллах тағаланың жаратқан мынау ең құнды жаратылысымызда. Сол құнды жаратылысты зерттесеңіз, қалай жұмыс жасайтын? Сол жұмыс жасау инструкциясы бойынша жасайтын болсақ, онда машина бұзылмайды. Яғни сырттан қабылдайтын дәрі-дәрмектер өте аз болады. Ең бірінші кезекте айтатын, сен не жесең, сен содан тұрасың дейді. Жейтін, ішетін затымызды прям сапасына прям лупамен қарап тұрып, солай жейтін болсақ, организм өздігінен қалыпқа келеді. Қазіргі таңда мынау жаңа айттым, өздігінен тазарту функциясы бұзылғаннан кейін адамдарда ауру көбейіп кетті. Көбісі айтады, организм өздігінен тазару керек қой. Ода сондай мүмкіндік бар ғой деп. Өкінішке орай ол мүмкіндікті біз бұзып алдық. Өзіміз жауып жатырмыз, Өзіміз бұзып алдық. Мысалға да үйдегі тұрған стиральный машинамыз бар, пылесосымыз бар, посудомоющий бар, газ плита бар, микроволновка бар, не бар. Соны біз, например, күніне 5 рет қосу керек болса, 10 рет қосып көріңізші, бұзылады. Яғни оның сыртында инструкциясы бар. Сол инструкциясына қарасақ, инструкциясымен жұмыс жасататынымыз ол бұзылмайды. Біз өзіміздің инструкциямызға қарап атқан жоқпыз. Оның барлығы Құранда жазылған да, сүннетте жазылған. Оған қарап атқан жоқпыз. Біз қалай болса солай жұмыс жасатып жатырмыз. Естественно, ол уақытта келген кезде істен шығады. Ол сол адамнан басқа ешкім қиналмайды. Сосын енді осы тамақтану деп айтқан кезде біз денсаулыққа мысалға мән береміз деп айтып жатырмыз ғой. Бірақ мәселен 2 жас қосылғалы жатыр, үйленгелі жатыр, той болайын деп жатыр. Ол кездегі сол отбасының ең бірінші алаңдататын нәрсе, ол әрине тойдан қамы, қыз жасауы дейді, тойды қалай өткіземіз дейді, соған ақшасын дайындайды. Әйтеуір сондай үлкен ұлан асыр бір тойға дайындық жүріп кетеді.
сол сіздің жаңағы посттарыңыздан, видеоларыңыздан көрдім. Ол жерде де айтып жатырсыз, адам ең бірінші үйренеміз деп жаңа ниет етіп, соған кіріскен кезде адамдар ең бірінші сол тойдың қамына көбірек мән береді. Ал бірақ шын мәнінде адамның денсаулығы маңызды. Бұл жерде қыз бен жігіттің жаңағы қан тапсыру, анализ жасау, талдау жасау деген сияқты нелерге көпшілігі емес, жаңағы барлығы бірдей мән бермейді. Кейбіреулер ғана шынымен кірісуі мүмкін. Біз қалай бірімізге сәйкес келеміз ба, қан табымыз сәйкес келе ма деп шынымен мән беруі мүмкін. Немесе өзінің бойындағы қандай да бір аурулары бар ма қарауы мүмкін. Бірақ барлығы бірдей олай кіріспейді. Яғни барлығын сол ойлайтыны тойдың қамы, өзінің денсаулығы екінші орынға кетіп қала жатады. Ал мұның адамға жаңағы денсаулығына әсері қандай, болашағына әсері қандай? Біз қазақ халқы мынау критикамен өстік қой бәріміз. Критика дегені түрің қисиып тұр, дұрыс көйлек кимей қалдың. Сол критика әлі де бойымызда бар да. Ел не дейді екен деген. Сол ел не дейді екенмен жүруіміздің салдарынан біз сыртымызды ғана түгендеп отырмыз да. Ішімізге әлі кіріскен жоқпыз. Ішімізге бір Алла қаласа 10 жыл, 20 жылда бірақ келетін шығармыз. Жүктілікті жоспарлау болмаса неге жеткізеді? Ол қазіргі таңдағы өте сапасы, яғни денсаулығы нашар, кемтар туылып жатқан, немесе жаңағы жүйке жүйесінің ауытқулары бар, ДЦП, аутизм, жаңағы ЗПР деп жатады ғой. Жүйке жүйесінің ауытқуларымен туылып жатқан балалардың көбеюіменен дәлел айтсақ болады. Қарапайым мысал, өте қарапайым мысал. Мынау біздің аналарымыз. Анемиясы жоқ ана жоқ шығар біздің қазақтың елінде. Сүт шайды, қызыл шайды тоқтатпай ішетін біздің аналарымыз, ол темір сіңірілу өте кешті, өте төмен болады да ондай жағдайда. Анемиясы жоқ ана жоқ. Анемиясы жоқ анадан туған қыз балалардың барлығында анемия болады. Бір ғана темір жетіспеушілігі ол көптеген патологияға алып келеді. Көп, өте көп. Мысалға да біз көбінде анемия дейміз да, тек жаңа анемия деп жаңа темір жетіспеушілікті ғана білеміз, иә? Мына көп аналар біледі, өздеріңіз де білетін шығарсыз, алмаға темір қойып соның темірін ала қалайық деген секілді, иә? Бір гранатовый сок ішіп жатады, оның құрамында ешқайсы темір ағзаға сіңе қоймайды да, ол бір миф нәрселер да. Одан бөлек мысалға да B9, B12 витаминдері бар жаңағы. 2 фолий витамины деген бар, сонымен қатар цинкобаламин дейді. B12 витамины, B комплекс витаминдер ғой. Бұл витаминдер жетіспесе де анемия болады. Бізге осы үшеуінің жетіспеушілігі баланың жүйке жүйесінің дұрыс дамымай қалуына өте үлкен жеткілікті сол. Соның өзі-ақ жеткілікті. Басқа нәрсені талдамай-ақ, талқыламай қояйық. Мысалға да жаңа классикалық гинекологтардың приемда жүктілікті пландап келдім деген кезде фолий береді, аптекадан береді. Фолий витамин міне аптекадан 3 ай іш, еркегіне де жолдасына да береді. Себебі сол витамин мынау алғашқы 12 апталықта баланың жүйке жүйесі, яғни бастағы бас нервтерінің миелендік қабаттарының дұрыс қалыптасуына ықпалын тигізеді. Ал қазір ол витамин өте дефицит. Мен каждый келген пациентті қазір қадағалап қараймыз. Норма ешкімде жоқ. Ол қаяқтан басталады? Тағы да ол асқазаннан, ішектен басталады. Мысалы да B12 витамины ол асқазаннан түзіледі. Кастл фактор деген бар, сол дұрыс жұмыс жасаса B12 витамин біз ала аламыз. Сонымен қатар B9, яғни фолий витамины, фолий қышқыл деп атамыз. Ол мына ішегіміздегі 12 ішектегі 2 килограмм болу керек флорамыз бар. Сол флора жақсы жұмыс жасаса, сол жерден бөліну керек. Өкінішке орай изжогасы жоқ, кекіре беретін изжога адамдар өте кем. Іші кебетін адамдар өте кем. Міне, неге изжога отыр? Неге? Жаңағы айтқан кастл фактор жұмыс жасамайды. Іш неге кебе береді? Потому что пайдалы флораның орнына пайдасыз флоралар көбейіп кеткен. Бағанағыдайғы сөйлеп отырып жеген кезде клапанның барлығы жабық, ана тағам қорытылмайды уақытында. Ол шіруге, брожение қалып келеді. Іш кеуіп кетеді. Қазір УЗИ-ға барса, пневматоз кишечника деп айтады. Пневматоз кишечника. А ондай іші желдене беретін кісіде, извините меня, жаңағы ішкен, жеген тамақтың құрамындағы, еттің құрамындағы, жаңғақтардың құрамындағы пайдалы маңызды нәрсе ішектен сіңірілмейді. Ол ары қарай өтіп кетеді. Сонымен қатар мына суға қатты тоқталғым келеді. Неге жаңағы окисление, тотығу процесс неге болып жатыр? Біз су деп ішетін сұйықтықтың барлығы жаңағы қосылған қоспалар
қант қосылған, краситель қосылған, сүт қосылған, краска қосылған шайлар. Коланы жақсы көремін. Өкінішке орай қазір мына күн ыстықта әрбірінің қолынан таза су көрмейсің. Біріншіден, ішіп жатқан суы таза емес. Не тәтті су, не жаңағы кофе, не шай, ол суға жатпайды. Екіншіден, ол пластмас. Кофенің сыртындағы крышкасының өзі пластмас, ыстықтан бері қарай жаңағы тяжелы металдар, токсиндердің түсуі. Екіншіден, пластмас. Ол пластмас қалай келді ол? Пластмас бола салысымен су құйылды, ол шайылған жоқ, басқаған жоқ. Ол жерде де сол пластмассаның жаңағы тяжелый токсиндері, ксенотоксиндер деп жатамыз ғой, жаңағы бисфенол, небір тяжелый токсиндеріміз келіп жатыр, түсіп жатыр. Ал енді сондай суды ішіп жүрген адамның организмі тұншықпағанда қайтеді, гипоксия болмағанда қайтеді. Организміміздің барлығы почти бір 70% судан тұрады, суды талап етеді. Өкінішке орай сусыздану процесі өте ағзамызда қиын. Яғни қалай айтсам, мысалы қан анализін тапсырғанда қаным шықпай қалды, қаным қоюланып кетіпті деп не істеп жүреді ғой. Міне осы жерде уже дәлелі. Яғни процесс жүріп жатқан жоқ, зат алмасудың процестері жүріп жатқан жоқ. Просто мына ауызға салған етіміз до конца ішектен шыққанға дейін қорытылу процестері қалыпты жүріп жатқан жоқ. Оған оттегі керек, оған су керек. Қарапайым осы екеуін жасай алмай жатырмыз өкінішке орай. Дұрыс шайнаудың да ағзаға қандай әсері болатынын айттыңыз. Bir тоқталып кетсек. Мысалға да өзіміздің атам қазағымыздан айтайықшы, басқаға бармай-ақ қояйық. Атам қазағымыз айтқан не? Асықпай тамағыңа қарап отырып, дастарханға қарап отырып, тамағыңды, асыңды іш дейді. Ешқайда бұрылма дейді, сөйлемей тыныш іш дейді. Содан соң ұзақ шайна дейді. Ұзақ шайнағанда бұрын 33-44 рет шайна дейтін. Ол шариғатымызда да бар да. Ол не үшін мақсатпен? Қазір мына асығыс адамдарға хотя бы 20 рет шайнаса, ол жеткілікті болады да. Ол не үшін? Біріншіден, мынау біздің ауыз қуысымыз ең бірінші ворота қақпасы деп айтсақ болады. Мысалға да кез келген мемлекетке кіріп атқан уақытта кеден қызметтер тұрады. Сырттан басқа мемлекеттен жаңағы қару-жарақ, немесе жаңағы зиянкес, наркотикпен келмес үшін сол жерден ұстап қалады. Қару-жарақ бар, сондай адамдар сол шекарадан ұстап қалады. Дәл сол секілді мына біздің ангинамен ауырған кезде екі безіміз ісіп кетеді, адамша бездеріміз деп атады. Сол біздің воротный иммунитетіміз. Сол жер бірінші тамақтың құрамындағы жаңағы микробтар болсын, паразит болсын, соны распознать ету керек, тану керек. Сосын шайналады ғой, мына тістердің айналасының барлығында сөл бездер бар. Жақ асты, жаңағы тіл асты деген. Мысалға бір қатты қарныңыз ашқанда, аузыңызды ашқан кезде сілекей атып шығады ғой. Ол сілекейлер бірінші кезектегі ол ауыз қуысында 20 секунд, 30 секунд тұрудың мақсаты тамақ ұсақталынып шайлану керек. Мына тіс не үшін берілді? Ол күліп әдемі суретке түсу үшін емес. Бұл тіс сол тамақты ұсақтау үшін. Асқазанымыздың тісі жоқ өкінішке орай. Ол осы тамақты біртіндеп шайнап, ұсатып, сол уақытта мына біздің ауыз қуысымызда ұсақ тамырлар бар. Сол жерден жаңағы тамақтың кішкене бөлшегі сіңеді. Сіңгеннен кейін миға хабар барады. Так, осындай мөлшерде белок, көмірсу, май түсті. Соған асқазанды активтеңдер, асқазаннан кейін бауырды, бауырдан кейін өтті, өттен кейін ұйқы безіне. Сөлдеріңді дайындап тұрыңдар деген сигнал миға барып үлгеру керек. Бар кайфты тамақтың, бар тәттісі, бағана айтқан сіздің фриге неге қанбай жатсыз? Сіз шайнап тез жұтып жатқан болсаңыз, сіз оның маңызын ала алмайсыз. Тойынам дейсіз да, сала бересіз. 1 килограмм, 2 килограмм жеп қоюыңыз да мүмкін. Бар тәттіні мына Алланың берген ауыз қуысы, тілдің ұшы тәттіні, жаны ащы, тұщыны, түбі жағы жаңа ащыны сезу керек рецепторлар. Бар вкусты мына ауыз қуысында алу керек, бар кайфты. Біз бағанағы мынау аштықтан кейінгі нелерімізді жаңағы көзіміз тоймай, тез-тез жесек, біз соның бәрін аламыз деп ойлаймыз. Тез-тез жеген кезде асқазан керіліп, 200 грамм жеудің орнына біз 2 килограмм бір мезетте жеп аламыз. Ал енді егер біз асықпай, шайнап, сөлін алып, миға сигнал барып, мына жақтарды қорытуға дайын тұрса, ол қиналмай асқазанға түседі. Асқазан бір шылап алады да, 12 шекке лақтырады. 12 шекке бауырдан жаңағы бөлінген өт қапшығынан шекке бөлінеді, ұйқы безінің сөлі бөлінеді, жақсылап тұрып қорытып, уже
белогы белок, майы май, көмірсу көмірсу, бөлік аш ішекке барады. Аш ішекке барған кезде лимфадан тез сіңіріледі да, ол бауырдағы фильтрден өтіп жүрекке беріліп, саусағымыздың ұшына дейін жету керек. Негізгі тамақ қорытылу процесі осылай өту керек. Ал біз асығып былай қарап ішкен кезде асқазан ішек жолын бірденен бұзуымызға бейім боламыз. Яғни негізі тамақ қорыту процесі өте энергозатратный. Мынау нандарымыз, тәттілеріміз өте тез қорытылып кетеді. Ал ет, майлар ұзақ қорытылады. Оған кәдімгідей энергия керек. Өкінішке орай жаңағыдай былай қарап тамақтанамыз да, тамақ ішіп болғаннан кейін ұйқыға қысады. Потому что энергия жетпейді. Тамақ жегеннен кейін ұйқым келеді дейтіннің бәрі осы себеп осыдан. Адамдар неге шаршап жүр? Потому что бүтіндей асқазанға салып жатыр да, бүтіндей. Оны қайтып қорытады. Бірінші таңғы аста ішкенін қорытып болған жоқ. Перекус ішеді, яғни 1 мен 9-дың арасында 11-де обязательно бір перекус жеп алады. Сосын 1-де обед жейді, таң қайтып 1-2 менен. Содан кейін 5-дің шайы деп 4-5-терде тағы біреуін ішеді. Сосын кешкі үйге 7-8-де барады, сағат 8-9-10-дарға дейін тағы да ішеді. Организм тамақтың құлы болып қинап жатыр. Өзін емдеп жатқан жоқ. Негізінде организм өзін тазартуға, өзін емдеуге қабілеті бар еді. Ал өкінішке орай біз мүмкіндік беріп жатқан жоқпыз. Демалыс беріп жатқан жоқпыз, аптасында 2 рет. Адам негізі аш қалмайды. Таңғы астан түскі асқа дейін бір 200 граммдық ас жесе жеткілікті. Даже пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өзі айтқан ғой. 2 реттік тамақтану мұсылманға өте көп деген. Яғни асқазаны ауырмайтын адам өте аз. Барлығын себебі сол тамақтан болып тұр. Мен басым ауырса, тамағым ауырса, бірден дәріге жүгірмейтін адаммын. Яғни бір жүрем, қашан қояды өзі, немесе тамағым ауырса, оны шаямын. Әйтеуір күтем, бірден дәрі ішкім келмейді. Бір жағынан мен дәрілердің аттарын да білмеймін. Не ішу керек, не істеу керек, қай кезде қай дәріні қолдану керек, мүлдем білмейді екенмін. Ал енді кейбір адамдар бар, біз сияқты адамдарға қарама-қарсы, олар кішкене бір жер ауырса, бірден антибиотик немесе ауруды басатын дәрілерді бірден ішіп кетеді. Қай типтің әрекеті дұрыс, немесе екеуінікі де дұрыс емес па? Бірден дәріге жүгіру немесе дәрі ішпеу деген сияқты. Енді мынандай кісілер бар да, өз-өздерін жақсы көретін, дәрігерге барып, анализ тапсырып, сол процестерден өткен өте жақсы көреді. Бірақ ол кісілер дәрігердің айтқан не айтады, соны орындайды. Ал енді екінші кісілер бар, екінші кісілер олар мүлдем немесе жаңағыдай ауырып отқан кезде бұрын, 1 жыл бұрын, 2 жыл бұрын ауырған кезде жазып берген цифазолины бар, сол антибиотикті алады да повторно салады. Жалпы антибиотиктің ішілетін, салынатын кезі болады. Яғни острый ситуацияда сол антибиотикті қабылдамаса, жаңағы қанға түсіп кетейін деп тұр деген жағдайда тек анализден кейін дәрігердің нұсқаулығымен ғана салған дұрыс. Себебі ол емдейтін препараттың өзі бауырды, ішекті зақымдап кетеді, побочный эффекті бар. Ал енді мынау өз-өзін жаңағыдай өзі басылады деп жүретін кісілердікі, жалпы мен бұндай кісілерге айтатын едім, мейлі білмесеңіз де жаңағы ішпегеніңіз абзалырақ. Бірақ ол сол күйінде жүре бер деген сөз емес. Мүмкіндігінше жаңағы тамағыңызды, ұйқыңызды, жүрісіңізді, қозғалысыңызды, спорт, баня, осындай нәрселермен айналысатын болсаңыз, жаңағыдай тамағыңыз ауыратын сәттер өте сирек болатын еді. Мүлдем болмай кетеді десек те болады. Қазір енді антибиотик қабылдану, Аллаға шүкір, әйтеуір біздің оқырмандарымыз қазір интернет, инстаграм желісі дамығандықтан антибиотикті бір қатты қолдана бермейді, яғни бір ситуацияларда болмаса. Жалпы оны тек дәрігердің нұсқаулығымен орындаған дұрыс. Яғни бірден ем қабылдағанда дұрыс емес, өздігінен дәрі ішіп. Өздігінен жоқ, өздігінен дәрігерге барған дұрыс. Көбісі жаңағы ерінеді ғой. Немесе сол хотя бы народный нәрсені жасаса, бірақ жаңағыдай ауыр дәрілерді ішпей қойса. Одан кейін қазір кейбір аурулардың түрлері жасап жатқан сияқты. Мысалы, бұрын инсульт, қан қысымының төмендеу немесе көтерілу сияқты ауруларды біз үлкен кісілерден көбірек еститін едік. Ал қазір мына жастардан да естиміз. Давлением түсіп кетті, немесе көтеріліп кетті деп өзіміздің қатарлы адамдардың көпшілігі айтып жатады. Бұған да бір қандай да бір себептер бар ма? Яғни аурудың жасаруына не себеп? Жақында Астана қаласынан қабылдануға бір 36 жастағы жігіт келді. Негізі ағзасы кішкентайынан сигнал берген екен да, жаңа есінен танып қала береді, құлап қала береді, скорыймен алып кетеді, бәрі жақсы деп қайттан жүреді.
солай жүріп осыдан бір 2 жыл бұрын инфаркт алады. 36-34 жасында. Яғни 87 жылғы қазіргі немен айтқанда. Анализдерінің барлығын қарасам, организм өте дефицит. Бауыр фильтр дұрыс өткізіп жатқан жоқ. Мысалға да мынау сүзгіштер бар ғой, мысалға да көп, ана білетін кез келген нәрсенің фильтрі болады. Мысалға да сүт сүзгіш деп айтайық, немесе ұн сүзетін де бар, елгезер деп айтады, Содан соң мынау машинасы бар кісілерде де біледі, каждыйда бір фильтр тұрады, мынадай несіменен тор. Сондай бауырда бар және бүйректе бар да. Сол фильтрлар толып қалады, мусормен толып қалады. Толып қалған кезде ол сыртқа емес, ішіне қарай лақтыра береді мусорды. Өкінішке орай ол кісіде байқағаным, бауыр вообще жұмыс жасап тұрған жоқ, бүйрек жұмыс жасап тұрған жоқ. Соның салдары мынау әрбір ішкен тамақтың, яғни метаболизмі дейді, соның қорытылып бітуі метаболизм деп аталынады да. Сол метаболизмнің отходтары сосудқа қарай жібере берген ғой, тамырларға ше. Тамырда жаңағы анализі бойынша қарайтын болсақ, мысалға да тамыр болатын болса, сол тамыр уже бітелуге жақын тұр да. Ол кісіде тағы да инфарктқа немесе инсультке прям жақын тұр да. Ол екінші, үшіншісін алуға дайын тұр. Сол Астана қаласынан осы жаққа келіп, тексеріліп, қазір ем алып жатыр. Таңғалатын еш нәрсесі жоқ. Біз ойлап жатырмыз ғой, мына кнопкамен басып, біз өркениетті елдің қатарына қосылдық деп ше. Бір қуанатында еш нәрсе жоқ жерде. Өркениеттің қатарына қосылдық, мына бір кнопка осақ қой қазір жұмыс жасап атқан ше. Мына дене вообще жұмыс жасамай қалды қазір. Ауылдың өздерінде мына плиткаға сала тамақты, нан пісіру басқа деген қалды. Мынау организмде жеген тамақ 8 сағаттың ішінде сен қозғалып, прям активно жұмыс жасасаң, қорытылып кетеді. Өкінішке орай ешкім қозғалып атқан жоқ қой. Ол қалып атыр. Мына біздің қан тамырымыз, вена тамырымыздың қасында тағы да тамыр бар, лимфа тамыры деген. Мысалға да біз қолымыз күйсе, пузырек болып жаңағы нет түзіледі. Балдыр болып сұйықтық түзіледі. Ол біздің лимфамыз да. Сол лимфамыз тола береді. Ол толған кезде қадімгі қан тамыр толып бастайды. Ең бірінші қанға жаңағы мұқтаж ол жүрек пен ми. Ұзаққа бармайды ол. Қан бармай қалса, все, некроздалып, өлі болып қалады да. Сондықтан мынау біздің жаңағы дамыған мемлекеттердің қатарына қосыламыз деп жатқан мына технологияларымыз, тез пісіретін тамақтарымыз, өндірістегі мына біздің магазиндеріміздегі тұрған барлық тамақтарымыз, біздің қозғалмауымыз, содан соң жаңағы қоректік заттардың, өте пайдалы заттардың бір 30-40% организмімізге түсуі, қалғанның барлығы дефицит. Мынау бізде жүйелер бар, органдар, жүйелер, қан айналым жүйесі, тыныс алу жүйесі, зәр шығару жүйесі деген секілді жүйелер бар. Жалпы мына органдарымыз бар. Сол органдарымыздың қызметін реттейді, мына гипоталамус дейді, миымызда орналасқан орталық. Одан соң мына қалқанша безі деп айтады, одан кейін мына ұйқы безі, бездер. Сол эндокриндік жүйе органдарымыз фермент бөлу отыру арқылы, гормон бөлу арқылы процесті реттеп отырады. Ал сол процестердің барлығына витаминдер мен микроэлементтер керек. Өкінішке орай соны алмаған екен, олар дұрыс жұмыс жасамайды. Сондықтан даже 33 деген емес, даже 18 жаста, 17 жаста да инфаркт алып жатқан кісілер бар. Ал енді мынау салмағы бар, 30-40-45 аралығында жүрген қыз келіншектер, ер азаматтар, мынау ешқандай айналыспайтын. Мен ауырмаймын, мен ауырып көрген жоқпын, осы кезге дейін мен больницаға барған емеспін деген кісілер әсіресе бір тексерілсе екен деп айтам. Себебі мүмкін емес. Ауырмаған адам, ол иммунитеті уже ответ бермей жатыр деген сөз. Хотя бы температурасы шығып, тамағы ауырып тұру керек та, ол иммунитеттің белгісі. А когда иммунитетіміз де, біздің ішегіміз, лимфамыз бәрі забиты болған кезде, иммунитетіміз жауап бермейді, барлығы блокировано деген сөз. Яғни мен ауырмаймын деп ұйықтап таңертең тұрмай қапты деген историялар осы жақтан шыққан ғой. Бұл енді шынында келгенде бір қорқытау үшін, басқа үшін емес, қарапайым шындық болған үшін, прям бар, қалай бар, солай айтылып жатыр да. Мән бермейміз, біз әлі де мән бермейміз. Біз денсаулықтың мынау не дейді, адамның басындағы алтын тәжді денсаулығынан қиналған, жаны қиналған адам ғана көреді, сау адам көрмейді. Басы ауырмаған адам оны көрмейді. Басы ауырған адам сау адамның басындағы тәжді көреді. Біз қираған кезде, құлаған кезде, инвалидный коляскаға отырған кезде керек емес. Алланың берген әрбір сау инструменті сау кезде соны күтіп баптайықшы.
мынау алдын алу өте арзан негізінде, ал оны қалыпқа келтіру өте қымбат болады. Оны емдеу, қалыпқа келтіру, себебі табиғи нәрсенің заменасы жоқ. Басқа біреудің органын алып салған күннің өзінде ол сәйкес келу өте қиын. Сондықтан бар кезімізде қадірін білейікші. Жаңа адамның денсаулығы деп айтқан кезде біз асты айттық, ас ішуді қалай ас ішу керек, оның дұрыс емес астың денсаулыққа қандай зиян екенін айттық. Ал енді дәл қазіргі уақытта артық салмақ көп адам проблемасы деп ойлаймын. Яғни семіріп кеттім дейді, немесе сол жаңағы түрлі аурулар пайда болып жатыр. Сіздердің орталықтарыңызда сол артық салмағын тастап, тиісінше денсаулығын да дұрыстаған адамдар өте көп екен. Артық салмақтың бізге зияны қандай? Артық салмақ ол қарапайым тілмен айтқанда бауырға жиналған токсиннің шектен тыс болғаны салдарынан бауыр шамасы келмегендіктен белге, санға, сол жаққа қарай жібереді. Яғни ол кісіде стресстің көптігі, организм стресспен шамасы келмей жатыр. Яғни басында сигнал болады, жаңа стрессовать еткенде жаңа тамақ қорытылмайды организмде, ол да стресс. Организмде дефициттер болады, ол да стресс. Ұйықтамай қояды, сағат 11-де ұйықтау керек па, сағат 2-де 3-де ұйықтайды, ол да стресс. Жаңағы сүт пен шайы бар, коласы бар, ол да стресс. Сол кезде бір рет ескертеді, екі рет ескертеді, уже ескерілмегеннен кейін все, уже салмақ қосып бастайды адамдар. Яғни бүйрек үсті безінің жаңағы стресске төтеп беретін гормон уже біртіндеп істен шығып бастайды да. Артық салмақтың қандай зияны бар? Ең бірінші кезекте ол бауырға өте үлкен зиян. Себебі майдың алмасуы бұзылған кезде бауыр май басып бастайды. Екінші, сол артық салмақ қосқан сайын жүрекке 2 есе 3 есе жұмыс жасау керек болады. Білесіздер, адам организмде сол бір ғана орган бар, 24 сағат 1 минутта тоқтаусыз жұмыс жасайды, ол жүрек. Қабырғасы қалыңдап бастайды, қан айдау қиындайды. Ол қан айдауға біз тағы да қиындық тудыртып жатырмыз да, жаңа қозғалмай. Біз хотя бы көмектессек болатын еді, мысалға да тамақ ішкенге хотя бы қозғалып жүріп, жоқ, біз шаршап жатырмыз дейміз да, ұйықта қаламыз ғой, или отыра береміз деген сияқты ғой. Артық салмақ. Ол артық салмақ жиналған сайын жаңа айттым ғой, белге, санға кетеді деп. Одан бөлек маткаға әйел адамдарында выброс жасай береді жаңа токсиндерді. Одан кейін омырауға, одан кейін қалқанша безіне. Қазір полип желчного пузыря, полип не деп атады жаңағы шейки матки дейді. Немесе киста, бүйректің кистасы, қалқанша безінің кистасы, узлылар пайда болды. Қаяқтан пайда болды? Біреу сап кетті ма? Жоқ. Бауыр дұрыс жұмыс жасамай жатқандықтан просто. Қазіргі мына интегративтік медицинаның бір жақсы жері, асқазанды, ұйқы безін бауыр өтті емдеп, біртіндеп жақсылап тұрып емдеп, от иду. Минимум жерде 3 ай керек болады. Среднем 6 ай, 1 жыл. Енді зақымдалғанына байланысты. Соны реттеген кезде бүкіл организмде киста, полип дегендер өз біртіндеп кетіп бастайды. Сондықтан бірденен жаңағыдай омырауда түйін пайда болса, маммологқа барып басы мынандай, мысалға да бөлмеде труба бар дейді, мына батареяның трубасы. Труба жарылып кетеді да, біз мына жақтағы суды жаңа шелекке құйып сыртқа төгіп жатырмыз да. Анау түбін бекітсек, анда суды да бекітеміз, су қайттан ақпайды, және ішті жақсылап тазалап аламыз да. Сол секілді біз маммологқа барамыз, немесе гинекологқа барамыз. Ол местно емдеп жібереді, маз жақ тартады, таблетка ішкізеді. Өзі бітіп атқан бауырды одан сайын бітірмесе, ол жақпен емдеген көпке бармайды. Сол уақытта түйін азаятын шығар. 6 айдан кейін қайттан обратно шығады. Мысалға да оны қыз келіншектер жақсы біледі. Поликистоз деген бар, яичниктің поликистозы. Операция жасатып алдыртады. Ойлайды ғой, бірденен құтыла қоям дейді. Еш нәрсе өзгертпеймін өмір сүруден дейді. Бірақ оны операциямен ақшам бар, бітірте қоям дейді. 6 айдан кейін қайттан шығады. 1 жылдан кейін қайттан шығады. Сондықтан түбіне үңілу керек болады да бізгеше. Себебі қаяқтан басталды, салдарына емес. 2 жас қосылғаннан кейін бала күту сәл проблемаға айналып жатыр. Сәл емес, біраз проблема десек болады. Ал осы бедеулік деген дүние, мұның да бір жаңағы аспен, немесе денсаулыққа дұрыс қарамағанмен байланысы бар ма? Мен сізге бір ащы болса да бір мен айтайын, шындықты айтайын, осы бір 10 күндіктің көлемінде біз жаңағы приемға пациенттер жаздық клиникаға. 10 күннің ішінде келген 10 пациенттің 5-еуі бедеу. Біреу первичный, біреу вторичный, 6 жыл, 7 жыл, 10 жыл. Андай,
қалай айтсам болады, олардың өздері ойлайды уже көтере алмай бастаған кейін все сразу экоға барады, яғни ішек бітіп жатыр, бауыр өт толып жатыр, бауыр ісіп тұр, витаминдер дефицит, анемия, просто ана маткаға барады да ұрықты сала береді, иә. Организм дайын емес. Біріншіден оны организм кірлеп тұр да, бірінші тазартып алып салсаң ол өнеді да. Екіншіден дефицит, сол өну үшін, өсу үшін, 9 айға пісіп жетілу үшін организм жақсы жұмыс жасап тұру керек. Өзіне жетпей жатқан микроэлемент ол балаға точно жетпейді. Көтереді, көтергеннің өзінде не выкидыш болады, немесе замерші беременность болады, или ол ауру туылуы мүмкін. Сондықтан мынау замерші болып жатқан немесе выкидыш болып жатқан аналардың құлақтарына алтын сырға. Сіздің ағзаңыз дайын емес деген, ол Алланың сізге мейірімі төгіп тұрды. Сен ауру баланы туып түнімен қиналғанша, давай оны шығарып тастайық та, давай сен дайындал деп беріп жатыр да. Ол бірінші кезекте тағы да айтам, тамақтанудың дұрыс еместігі. Мына біздің репродуктивтік әйелде де еркекте де жұмыс жасайтын сол репродуктивтік органдардың қызметін реттейтін мына мелатониніміздің сапалы бөлінбеуінде. Ол дегеніміз не? 11 мен 2-нің арасында ұйықтап, сол табиғи мелатонинді алуымыз керек. Өкінішке орай түнімен жұмыс жасаймыз да, біздің жұмысымыз 11-ден басталады ғой. Не барлық 11-де басталады да, сағат 4-те бітеді. 11-де жатыңыз да, 3-те тұрыңыз да, істей беріңіз. Мелатонинін алып алсын. Оны сырттан сіз синтетика салсаңыз да қалпына келтіре алмайсыз. Мелатонин жоқ па? Все, зажор. Тамақ ше бересің, организм бер деп тұрады. Вроде ішіп жатсың, бірақ бәрібір аш сияқты бер. Яғни бір күндік ұйықтамаған ұйқыңыз сіздің бір апталық зажормен айналысуыңызға алып келеді. Менструальный циклдың бұзылыстарын алып келеді. Жаңағы половой развитие, половой яичниктердің, әйелдің аналық безінің яйцеклетка бөлуі біртіндеп бұзылып бастайды. Яғни тамақтануымыздың дұрыс болмауы, ұйқының дұрыс болмауы, қозғалыстың жоқтығы. Баяғы біздің ата бабамыз демей-ақ, өзіміздің жасымызда айтайықшы, мынау 90-шы жылдар, 90-нан кейінгі жылдар, күн ұзақ болатын еді ол кезде. Ішкен тамақ ішесін, жаңа атқа шауып кетеді, немесе жаңа күбі піседі, әйтеуір мына қол көтеріліп, былай әйтеуір қозғалыс бар да. Ал қазір мына ғой, мына бар көтерілген осы. Естественно, организмдегі процесс застой бола береді ғой, застой. Одан кейін мына асқазан шек жолымыздың дұрыс жұмыс жасамауы. Бізде қазір қит етсе жаңа асқазан дұрыс болмаса гастроэнтерологқа барады, ол жаңа пилори, хеликобактер пилори дейді, язва дейді, гастрит дейді, ол барып антибиотикпен емделінеді, ол емделмейді, ол уақытша да. Жаңағыдай әдетті тамақтануды дұрыстамайынша, продукттың сапасын прям лупамен қарап жемейінше, ол асқазан шек жолы қалыпқа келмейді. Қарапайым, бірақ мысал қазіргі таңда мынау малый тазды УЗИға түсіреді ғой. Малый тазды УЗИға түсірген кезде обнаружена жидкость какой-то миллилитров не дейді, дугласовом пространстве дейді. Мынау біздің құрсақ қуысымыздың түп жағында жидкость болуы. Негіз нормада болу керек дейді, вообще негіз болмау керек. Ол қай кезде пайда болады? Іші кебетін кісілерде, ер адамда да, әйел адамдарда. Енді әйел адамдарда көбірек, себебі мынау асқазан төменгі құрсақ қуысында жаңа ішектер орналасқан, ішектерден кейін оның астында жаңа матка, яичнигі трубасымен. Мынау іш кепкен кезде, үнемі іш кеуіп отырған кезде жаңағы проницаемостьтің салдарынан жаңа лимфаның өткізгіштігі артып, сол жақтағы жаңағы жидкость төменге қарай тамады. Тамған кезде біздің яичниктеріміз тұр ғой. Яичниктеріміз тұр, яичниктің жанында трубалар тұр, олар ашық. Сол жерден жаңағы жидкостьтердің кіру, ол ішек жаңа трубаның воспалениясын алып келеді. Трубаның воспалениясы ол бір-біріне жабысады да қалады. Яғни сыртта кездесу керек, маткадан өткен сперма барып аналықпен кездесіп, екеуі қосылып, трубада қосылып, маткаға келіп орналасу керек. Өкінішке орай труба жаңағы түскен жидкостьтің салдарынан воспаляция етеді, жабысып қалады. Труба забиті қазір, екінің бірінде труба забиті. Бұл енді әйелдердегі процесс. Сонымен қатар жаңағы скрытый дефициттерді көп анықтай бермейді. Гемоглобинге қарайды, мысалға айтсақ, гемоглобин 120 әдемі. Жоқ, гемоглобин қашан анемияның показателі болмай қалған қазір. Басқа да показательдер бар, жасырын анемияның түрін көрсететін. Ал оны тексеріп атқан жоқ. Ал олар нормадан өте төмен болса, организм көтертпейді да даже. Себебі әр ай сайынғы айлық белгілер келеді қыз-келіншектерде. Сол кездің өзінде сол жаңағы микроэлементтеріміз азайып отырады. Оны восполнять етпейміз ғой, ешкім жасап жатқан жоқ. Етпегеннен кейін өзіне жетпей тұр ғой оған. Ол қалай ол будущий ұрпаққа жету керек, Одан бөлек ер азаматтардағы қозғалмау, отыру.
бағанағы айтқан тамақ, ұйқы барлығы ол ер азаматқа да қатысты. Одан бөлек жаңағы ол мынау қозғалмай отырып бір орында отырып жұмыс жасай беретін, таксовать ететін кісілер, жалпы мына креслода отырып жұмыс жасайтын кісілерде мынау простатаның застойы пайда болады. Простатаның застойы қоюланған сайын сперма қозғала алмай қалады. Бұрынғы жігіттеріміз не істеді? Олар атқа шапты, үнемі мынау простатаға массаж болатын еді. Ол кісілер жайпақта отыр ғой. Жайпақта отыр, ол қозғалыс болып жатқан жоқ. Екіншіден, тәтті сусындарға өте бейім, энергетиктерге бейім. Сперманы өлтіріп тастайды десем де, ішіп жатқан колаларыңыз, тәтті сусындар еркектің ішетін нәрсесі емес ол. Ішіңіз таза су ішіңіз. Осы ситуациялардан кейін ол кісілердің де асқазан ішек жолдарында да жаңағыдай патологиялар көп кездеседі. Асқазан ішек кеуіп дұрыс тамақ қорытылмады ма, онда микроэлементтерді алып жатқан жоқ деген сөз. Яғни сперманың да качественный болуы, оның сапалы болуы, оның ертең жаңағы аналық немен овоцитпен кездесіп қосылуы, оның ары қарай дамып кетуі, оның сапасына байланысты. Ол қалай тамақтанып жатыр? Больше часть тамақтарының құрамында нан көп па, тәтті көп па, мучной көп па, или ет көп па, жаңағы полезный заттар көп па, пайдалы заттар, қайсысы көп? Өте көп жаңағы ұнды тамақтар көп болады. Сол үшін жаңағы қозғалмауының салдары сперма төмендеп бастайды. Подвижность. Сперма болуы мүмкін, качественный емес бірақ. Біз бағанадан бері түрлі ауруды айтып жатырмыз ғой. Қарап тұрсақ, қорқынышты, естігенде ешнәрсе жегің келмей қалады, бір қорқыныш топ қалуы мүмкін. Қарап отырсақ, барлық аурудың бір себебі сол астан болып тұр ғой. Біз не жеп жатырмыз, күнделікті немен қоректеніп жатырмыз, соның барлығы біздің денсаулығымызда болатын түрлі аурудың алдын алуға әсер етеді. Ал егер жоқ қоймай жей беретін болса, жаңағыдай фрит жегім келіп тұр, немесе торт маған ұнайды деп торт жей берсек, бұның барлығы күндердің бір күнде қандай да бір жаман аурудың пайда болуына алып келеді екен. Расымен өте бір пайдалы, ауқымды бір сұхбат болған сияқты. Енді тағы да бір көрерменге айтарым бар десеңіз, көрермен осы нәрсені есінде сақтасын десеңіз, камераға айтуға рұқсат. Мысалы да Инстаграм желісінен де қарап көрсеңіздер болады. Осындай бір ащы шындықтар айтылған кезде, ол жердің қаралымы да, просмотры да, лайкі да өте төмен болады. Өзіңізге дәл қазіргі осы видеоны көріп болғаннан кейін өзіңізге сұрақ қойсаңыз, мен не үшін тамақ жеп жүрмін, не үшін өмір сүріп жүрмін, қай жаққа бара жатырмын десеңіз, жолды тез табасыз. Ананы жасаңыз, мынаны жасаңыз деп айтпай ақ қойын. Ондай информациялар өте көп. Шынында да керек адам бірінші дәрігер тауып алады, дәрігердің айтқанын просто орындайды. Уақыт деген өте зымырап бара жатыр. Қазіргі мынау біздің бойымыздағы, денеміздегі Алланың берген 12 мүшеміз, сау болып тұрған мүшемізді дұрыс бағалап, дұрыс баптайықшы. Прям емделу, не жейміз сонда деп көп қиналып кетеді, диета ұстаңыз, бүйтіңіз, сөйтіңіз десе. Не жейміз сонда деп. Просто көп жемеңізші. Көп жемеңіз, көп жүріңіз, ұйқыңыздың сағатына қараңыз, су ішіңіз, қозғалыс жасаңыз, просто осы нәрсені жасаңыз. Прям қымбат витамин басқа деп айтпай қояйын. Аптада 2 рет ашығу жасап, аз жеңізші просто. Хотя бы сол қорытылып кетсін мейлі, ағзаңызда, бауырыңызда қалмай қойсын. Просто қорытылып кетсін. Өкінішке орай қорытылмай жатқан нәрселер қаншама. Не айтам, денсаулықтарыңызға енді жақсылап мән беріп, дәрігер тауып, дұрыстап тексеріліп, біздің денсаулығымыз сөзімізде ғана ғой, тілімізде ғана, бірақ шынайы өмірімізде жоқ. Әрине, бұл кәдімгідей бір еңбекті талап етеді, бұрынғы өмірімізден бір жаңа арнаға өту керек болады. Қажымас қайрат деп атады ғой, жаңағыдай шаршап қалмас үшін үнемі жаңағы. Әрине, ондай жолда жүрген ортаны да табу керек болады. Себебі сен бүкіл үйіндегілер жаңағы чипсы жеп отырса, сен естественно диеталық тамақ жей алмайсың, потому что организм өте дефицитный. Ең бірінші жаңағы ғой, сол сұрақ қойып өзіңізге ниетіңізді анықтап алсаңыз, не істеймін, қайқа барамын, не істеуім керек деп, ары қарай уже дәрігер табасыз, ары қарай өзі біртіндеп шешіледі. Ол маманға тапсырасыз, маман өзі сізге бағыт бағдар беріп бастайды. Қазіргі таңда Аллаға шүкір, Қазақстанымызда интегративтік дәрігерлер өте көп. Сол кісілерге барып хабарлассаңыздар, барлығын реттеуге болады. Сапалы өмір сүрейік. Сол кезде денсаулығымыз да өмірімізде
сапалы болады, шаршамай энергиямыз толып бодрый болып жүруімізге өте үлкен септігін тигізетін болады. Баршаларыңыздың назарларыңызға үлкен рахмет. Сізге де көп рахмет. Бізге пайдалы, расымен ойланатындай ақпараттар айттыңыз. Құрметті көрермен, біздің бүгінгі сұхбатымыз осымен аяқталуға жақын. Сіздер біздің парақшаға міндетті түрде жазылып қойыңыздар, және де біз барлық подкаст платформаларда бармыз. Деніміз сау болсын, ауырмайық. Қош сау болыңыздар.